Бүгінгі видеода жүкті әйелдерге қандай тамақ ішуге болмайды, қандай сусын ішуге болмайды, сол туралы айтатын боламын. Сәлем достар, сіздермен бірге денсаулық үшін каналы. Жүкті әйелдерге қандай тағамдар жеуге болмайды? Шамадан тыс ет жеуге болмайды. Тағамдардан чипсы, крекер, зиянды тағамдар жеуге болмайды. Фастфуд тағамдарын жеуге болмайды. Мысалға, пицца, фри, тағы басқа. Ащы дәмдеуіштер мен тұздықтарды көп қолдануға болмайды. Консервілер, газдалған сусындар, әсіресе бояғыштар, көп газдалған сусындар, дайын тағамдардың сапасын қадағалап барып жеу керек. Яғни сіз деген пельмен, тағы басқа дайын тағамдарды пісірер алдында сапасына қарап жеңіз. Әр түрлі тағамдарды жеңіз, бірақ аз-аздан, жиі кішкене бөліктерден тамақтаныңыз. Ораза ұстамаңыз, немесе артық тамақтанбаңыз, яғни тамақты көп жеп қоюға болмайды. Әрбір тамақты, сусынды ішкенде өзінің қалыпты нормада ішкеніңіз жөн. Көп емес, аз емес. Сосын алкогольдан бас тартыңыз, темекі шекпеңіз. Бауырлар, менен пайдалы ақпарат сізден лайк, тіркелу, және де колокольчикті басу, және де достарыңызбен бөлісу. Сіздер үшін ол жай кнопка болғанымен, мен үшін ол өте маңызды. Сондықтан да каналды қолдап кетіңіздер. Қазақ елі аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.